Қаншаны не істеді дейді. Қаншаны айтқан, үйге апарып беремін деп ше. Көмекшілер апарып тастар керек болған. Пока что осы жылдарда жұмысқа болып сондай болған шығар. Жұмыстары негізі көп болды командасын. Енді бүгін емес ертең апарып беретін шығар. Кеше демек кездесу болған жоқ. Эфирде айтайық та. Эфирде айтасыз. Мәссаған, болды ма екен, кездесу болмады ма екен, иә. Эфирде білетін боламыз. Қалай сөйлестік па, сөйлеспедік па, қалай шештік. Иә, бүгін міндетті түрде эфирді көріңіздер, себебі бүгін таныстық тоқтай ма, жоқ па, барлығын бірге білетін боламыз. Шешім бүгін айтайық. Иә. Нұртас пен Арунаның арасы қанша жас дейді. Кеше негізі эфирде айтқан, сіздер үшін қайтадан айтсын. 8 жас арамыз. Сіз қанша жастасыз? Мен 29-да, 21-де. 21 жаста. Туған күні қашан? Иә, білетіңіз. Білесіз ба? Біледі екен. Сіз ше туған күні қашан? Майда. Таныстық тоқтайды дейді. Мәссаған, неге есін сұрап алмадыңыз қашан? Адам атын білем, бірақ датаға Мама папасы қанша жаста екен? 78 жылғы. Қанша ағайынды екен? Екеу? Кім бар екен? Және қарындасы бар. Өзі қарындасы бар. Қай қаланікі екен? Осы Алматыдікі ғой? Әлшер неге аузын бірдеңе қылып жүреді? Бірдеңе қыла береді Осы дейді. сұрақ келгеніне шүкір Алла. Эфирді айтайын деп жүретін ше. Бәрі осыны аузын яқ бүйте береді, сөйте береді. Мен Иә. бір рекет салдырғанмын. Бір ай енді болды, үйрене алмай жатырмын. Қажайды, мажайды, тұрып қалады. Сол кезде қозғалтасың аузыңды. Сол бір рекет үшін негізінде. Соны айта кетейінші, жандармайшы. Соны айта беріңдерші, нең бар менің аузымда? Жасыл шалбар, қызыл нәски, сондай. Осындай бүгін. Менде кешкі корпоратив қой. Қызыл. Үстінен қазір костюм киесіз. Солай. Таққансыз ба? Иә. Мариям линза тағама дейді. Мен линза тағам, бұл линза для красоты емес, минус 5 көзім. Мен алыстан вообще көремін. Линза жешесем, мен сізді уже примерно бұлыңғырып көрем. Сол үшін линза тағада екен. 5 жыл болды линза тағып жүрген. Алмат, Мариям мен Марико мен Алматтың арасында не бар дейді? Араларында. Достық бар. Қыз бен жігіттің достығына сенесіз. Демек, болашақ келіншегіңіздің жігіт достары болады. Енді дұрыс қой, сіз сеніп тұрсыз. Демек, келіншегіңіздің де жігіт достары болады. Болмайды ғой. Қалай ол? Сонда сіз сенбейсіз достыққа. Мен өзіме сенемін да просто. Сонда алайын деп отырған келіншегіңізге сенбейсіз. Ол қалай болады? Оған деген басқалардың көзқарасына сенбеймін. Мен өзім сенемін, әйеліме, өзіме. Басты әйеліңізге сенсеңіз болды емес па? Сенген емес. Фортуна операция жасатқан ба дейді. Білмеймін сол. Сондай сұрақ қой. Негізі ойда бар жасау. Жоқ, әдемілікке қарсы ота жасатқыңыз келеді, иә? Бұлай негізі операция ешқандай денсаулығыңыз ешқандай ештеңе болмаған. Не екен нақты жазбапты, операция жасатқан ба деген сұрақ қана кетті. Ал Әділге сұрақ. Әділ өзінен үлкен қыз келсе қабылдай ма дейді. Қабылдады қой. Қабылдай береді. Неше жастағы үміткер келді сізге? Маған ба? Аха. 32 келді. 34 бар міне. Үміткер емеспін. Жоқ, егер де сізге шынымен де өзіңізден үлкен үміткер қыз келетін болса. Қабылдаймын. Таныстыруға болады. Онда тұрған? Ештеңе жоқ. Қазір үміткеріңіз? Үміткерім бар негізі.